Сәлем достар, видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен муравейник тортын дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Әсіресе шаймен ішкенге өте керемет. Бізде үйде жолдасым да, балалар да осы тортты жақсы көреді. Ерітілген сары майдың үстіне 3 ас қасық қант саламыз. 4 ас қасық қаймақ саламыз, яғни сметана саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Енді үстіне илектен өткізілген ұнды аз-аздан салып, жақсылап араластырамыз. Қалған барлық ұнды салып, жақсылап қолмен илейміз. Осындай қамыр болып шықты. Осыны екіге бөліп, тоңазытқышқа салып қоямыз. 1 сағаттайға қатқанша қойып қоясыздар. Енді барлық қамырды жақсылап үкіштен өткізіп аламыз. Сосын барлығын осып жайып, жұқалап орналастырамыз. Енді духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне муравейниктің қамырын осылай қызартып пісіріп аласыздар. Сосын біраз суытып қоямыз. Енді бір таза ыдысқа барлығын салып, жақсылап үгітеміз. Қатты ұсақтап үгітпейсіздер, осындай болып шығады. Осылай ғана үгітіп шығасыздар. Енді үстіне сгущенканы қоюлатылған сүтті қосып, жақсылап араластырамыз. Енді арнайы бір ыдысқа мен осындай кішкентай стаканға салып, осылай форма жасасаңыздар да болады, немесе торт қылып жасасаңыздар да болады. Мен екі түрінде жасап көрдім. Одан кейін міне торт сияқты да жасап көрдім. Енді тоңазытқышқа біраз кремі сіңгенше қойып қоясыздар. Міне біздің муравейник тортымыз дайын болды. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте әдемі, дәмді, керемет болып піседі. Міне ортасы осындай болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.